Арықтау кезінде сіз жіберетін негізгі 5 қателік. Күн сайын салмақ өлшеу. Ол сізге бірден нәтиже бермейді. Одан да аптасына бір рет өлшеп көріңіз. Екінші қателік. Тамақ жеуді тоқтату. Егер тамақтанбай қойсаңыз, ағза аштық болады деп ойлап, майды запасқа сақтауға тырысады. Пайдалы май күрделі көмірсулардан бас тартып, тамақты артығымен жеуге итермелейді. Үшінші, тәтті жемеу. Тәттіден тез бас тартуға болмайды. Майлы емес, тәтті тағамдар жеңіз. Төртінші, қиын жаттығулар жасау. Калория азайып, сіздің қарныңызды одан сайын аштырады. Өзіңізге ұнайтын жаттығулар жасаңыз. Бесінші, арықтағыңыз келсе, арықтау үшін қолайлы уақытты күту. Арықтағыңыз келсе, ертең бастаймын, арғы күні бастаймын демей, дереу іске кірісіңіз. Мен әдемі болып жүруім керек деп айтыңыз. Пайдалы кеңесім ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер.